Балдар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Бір сусын бар жұртымда, ішсең ауыз жұртымда, бәрі судан шығады, ірімшік май құртымда. Не екен балдар? Жарайсыңдар балдар. Балдар, алдарында не көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар. Балтаймақ, сүт, құрт, ірімшік. Иә балдар? Сүттің пайдасын айтайық енді балдар. Қандай пайдасы бар? Сүттің қандай пайдасы бар? Денеміз сау болады. Жарайсың. Ішімізді жақсартады. Сүтті күнде ішу керек. Жарайсың. Балдар, біз сүтті неден аламыз? Өтірік мардан аламыз. Жарайсың. Ал енді балдар, осы сүтті зерттейтін боламыз. Осы сүттен құрттың қалай жасалынатынын сендерге көрсететін боламын. Алдымен осы сүтімізге ұйыған қатықты құйып, және қаспен араластырып, бетін жауып, осы сүтіміздің сыртын орап, жылы жерге 1-2 күнге қоямыз. Біздің осы сүтіміз тәтті айранға айналады екен. Балдар, естеріңде ме? Біз сүтті қатыққа айналдырамыз дедік. Иә? Одан құрт жасаймыз дедік. Қанша ашпайық, иә? Бекші, біздің сүтіміз айранға айналып су бетіне шығып. Апай, мамам айтады, апа бабаларымыз сүтті төкпеген. Мамам дұрыс айтады екен Айрин. Қазірге бұрында да ақты сырап қылмаған, одан түрлі тағамдар жасаған екен. Апай, құттысақ болады да айрады. Иә, әрине болады. Қазір мен сендерге көрсететін боламын. Аузын жайып қайрап, ағашқа далаға барып, ағашқа іліп қоятын боламыз балдар. Балдар, алдында айранымызды сүзіп іліп қойдық, иә? Енді бұл айранымыз суында сатыл сүзбек айналып, иә балдар? Енді біз осы сүзбемізден шығарып, құрт жасап қоймамыз, иә? Ал балдар, құрт жасауға кірісейік. Ол үшін біздің үстіміз таза, шашымыз жинақы, қолымыз таза болу керек, иә балдар? Міне балдар, құртты да жасап болды. Құртты қалай неден жасадық балдар? Сүтті жылы жерге қойып асылып. Айранды сүзіп ағашқа баяладық. Үйге тұз салып құрт жасадық. Дұрыс, жарайсыңдар балдар. Осылай біз дәмді құртымызды жасадық, иә балдар? Сендерге ұнады ма?